Сәлеметсіздер ме? Жамбыл ауылындағы номер 2 орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты: заттардың қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру. Сабақтың мақсаты: кристалдық тор. Кристалл заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы. Бөлшектердің орналасқан нүктелері кристалдық тор түйіндері деп аталады. Кристалды заттар кристалды тор түзеді. Кристалды тор түйіндерінде бөлшектер дұрыс бір реттілікпен белгілі бір арақашықтықта орналасады. Кристалдық тор түйіндерінде орналасқан бөлшектерге сәйкес кристалдық тордың бірнеше түрі болады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, міне жасыл және сары, олар кристалдық тор түйіндері деп аталады. Ал енді кристалдық тор типтеріне келетін болсақ, кристалдық тор типтері иондық, атомдық, молекулалық болып бөлінеді. Иондық кристалдық тор түйінінде иондар арқылы орналасады. Оған мысалы натрий фториді. Атомдық кристалдық торда алмас және графитті мысал алуымызға болады. Молекулалар арқылы байланысады. Фтор, сутегі хлориді, көміртегі оксиді. Кристалды заттардың ерекшеліктері: кристалдық торды құраушы бөлшектердің қатаң бір тәртіппен орналасуы, олардың белгілі бір балқу және қайнау температураларының болуы. Кристалдық тор түріне келетін болсақ, оның ішінде иондық кристалдық тор. Тор түйіндерінде иондар орналасады, ал химиялық байланыс типі бойынша иондық. Иондық кристалдық торға заттардың қасиеттері бойынша олардың салыстырмалы түрде жоғары берік болуы, мортсынғыш, жылуға төзімді, қиын балқығыш, ұшқыш емес. Олардың басым көпшілігі суда ерімтал болып келеді. Қатты күйдегі электр тоғын өткізбейді, бірақ олардың ерітіндісі мен балқымасы электр өткізгіш болып келеді. Оған мысал тұздарға келетін болсақ, натрий хлориді күнделікті қолданыстағы ас тұзы. Келесі калий карбонаты, ал оксидтер мен негіздерге кальций гидроксиді, натрий гидроксидін жатқызуымызға болады. Атомдық кристалдық тор типі. Тор түйіндерінде атомдар орналасады. Химиялық байланыс бойынша олар көбінесе ковалентті полюссіз болып келеді. Кейбіреулерінде ковалентті полюсті және иондық байланыстар арқылы байланысады. Заттардың қасиеті бойынша өте берік, балқу температурасы өте жоғары, мысалы алмас 3,5 мың градуста балқиды. Қиын балқығыш, суда мүлдем ерімейді, ұшқыш емес. Мысалы алатын болсақ, жай заттардан алмас, графит, борды алуымызға болады, ал күрделі заттардан алюминий оксиді, кремний оксидін алуымызға болады. Молекулалық кристалдық тор түйіндерінде молекулалар орналасады, ал химиялық байланыс типі бойынша ковалентті полюсті және ковалентті полюссіз байланыс түрі арқылы байланысып тұр. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, иод 2 ковалентті полюссіз, көміртегі диоксиді ковалентті полюсті байланыс типі. Заттардың қасиеттері бойынша төмен беріктілік орнайды. Балқу және қайнау температуралары төмен, әдетте бөлме температурасында сұйық немесе газ тәрізді болып келеді. Қасиеті бойынша ұшқыш. Оларға мысал келтірсек, жай заттар сутегі, азот, оттек, фтор элементтері, ал күрделі заттарға көміртегі диоксиді, қант және суды алуымызға болады. Сен білесің бе? Қызықты мәліметтердің бірі, ең үлкен кристалл Мексикадағы ескі үңгірден табылған. Үңгірдің тереңдігі 300 метр, кристалдардың ұзындығы 10-15 метрге жетеді. Олар селенит деп аталатын мөлдір қаныштан түзілген. Ал енді заттардың қасиеттерінің кристалдық тор құрылысына тәуелділігіне келетін болсақ, суретте көріп тұрғандарыңыздай натрий фториді, фтор және сутегі фториді көрсетілген. Ал енді осы заттардың қасиеті бойынша зерттеп балқу температурасын қарастырып көрейік. Натрий және
Натрий және фтор элементтерінің натрий плюс зарядта, фтор теріс зарядта. Олардың қосылысы бойынша беріктігі өте жоғары болып келеді. Сондықтан да олардың балқу температурасы өте жоғары. Иондық байланыс арқылы байланысып тұр. Олардың суда жақсы еритін қасиетін айтып өтуге болады. Және де заттардың қаттылығы жоғары болып келеді. Фтордың кристалдық торын түйіндерінде фтордың полюссіз молекулалары орналасады. Олардың арасындағы байланыс күші айтарлықтай мықты емес. Сондықтан фтордың балқу температурасы төмен болу керек. Фтор сутектің кристалдық тор түйініне келетін болсақ, олардың арасындағы байланыс фтордың полюссіз молекулалар арасындағы байланыстан күштірек. Сондықтан да фтор сутектің балқу температурасы натрий фторидінің балқу температурасынан әлдеқайда төмен, бірақ фтордың балқу температурасынан жоғары болуы тиіс. Келесі кесте арқылы осы аталған заттардың балқу температурасын салыстырып көрейік. Натрий фторидінікі 905, ал фтор сутектікі -83 балқу температурасы, ал фтордікі -220-ға тең. Қорыта айтатын болсақ, қатты күйдегі заттардың қасиеттері кристалдық тор типіне тәуелді. Ең бірінші кезекте кристалды тор түйінінде орналасқан бөлшекке байланысты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.